Сәлем баршаңызға, сіздермен бүгін үй жағдайында сырники дайындайтын боламыз. Бір жасағанда өте керемет болып шығатын сырниктар. Дәмі керемет. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, арнамның дамуына үлес қоса кетіңіздер. Ең алдымен бізге 500 грамм сүзбе, 2 ас қасық ұн, 2 ас қасық манная группа, 2 ас қасық қант, 2 ас қасық айран және де бір жұмыртқамыз қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға 500 грамм сүзбемізді салып, үстіне қантымызды саламыз. Оның үстіне манная группаны салып, және де жұмыртқамызды жарып, айранды құятын боламыз. Осылай барлығын араластырамыз шанышқымыздың көмегімен. Кішкене араластырғаннан кейін қолдың көмегімен араластыратын боламыз. Басын кішкене біріктіріп, осылай біріктіріп аламыз кішкене бір-біріне. Одан кейін жаңағы 2 ас қасық ұнымызды салатын боламыз үстіне. Сүзбеміздің басын біріктіріп, осылай домалақ форма жасаймыз. Яғни бәрі жақсы бірігіп тұр. Барлығын осылай біріктіріп, домалақ форма жасап шығамыз. Бұл формамыз қазір бізде сырникаларымызды формаға келтіруге оңай болады. Барлығын осылай домалақтап алатын боламыз. Мінекей достар, менде 14 дана сырники шықты. Осы сырникаларымызды ұн сеуіп, ұнға ұнатып алатын боламыз. Қазір біздің қалыпымызға жабыспас үшін менде арнайы бұны жасайтын қалып болмады. Мен кесенің көмегімен жасаймын. Осылай, бұл менде әдемі шығатын болады. Сіздер үй жағдайында, сіздерде де қалып болмаса, стаканмен жасасаңыздар да болады. Осындай керемет формалар шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, арнамның дамуына үлес қоса кетіңіздер. Жоғарыда Инстаграм парақшам бар. Инстаграм парақшама да тіркеле кетіңіздер. Мінекей достар, біздің барлық сырникаларымызды осылай қалыпқа келтіріп аламыз. Ендігі бізде қызып тұрған табамызға кішкене майымызды құйып, оған тағы да сливочный май қосамыз. Сливочный май мен сұйық майдың көлемі бірдей болу керек. Осы майымызды кішкене қыздырып, бетіне сырникаларымызды салып шығамыз. Бәрін аунатып, өте баяу отта сырникаларымызды қуыратын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, парақшамның дамуына үлес қоса отырыңыздар. Осылай сырникаларымызды қызартып, екі жағына аударып, екінші бетіне бетін қапағымен жауып, тағы да кішкене бұқтыратын боламыз. Достар, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәмі өте керемет шығады. Бізге ас болсын.